Ұлы Отан соғысына ол 18 жасынан араласты. Бұл уақытқа дейінгі өмір жолы туралы Сағадат Қожахметұлының өзі 30 жылдардан егеменді армияға дейін атты мемуарлық шығармалар жинағында былай дейді. Комиссар оны жиын комиссары етіп тағайындайды. Ай өткеннен кейін Сағадат пулеметшілер училищесіне жолдама алады. Онда немере ағасы Мәкенмен бірге оқиды. 8 айдың ішінде 3 жылдық оқу бағдарламасын меңгерген олар лейтенант атанды. 43 жылы ағайындылар майданға аттанады. Алайда 2 бөлек әскери бөлімге түседі. 45 жылдың 17 қаңтарында капитан Нұрмағамбетов Польшаны азат ету кезінде Висла-Одер операциясы барысында Магнушев плацдармдағы шайқастағы ерлігі үшін батыр атағына ұсынылады. Ол басқарған пулеметшілер ротасы 2 күнгі шайқаста 120 фашистің көзін жойып, жаудың 12 пулемет нүктесін талқандайды. Магнушев қаласының оңтүстік батысында жау қоршауын бұзып шығу кезінде Нұрмағамбетов шабуылдаушы батальон құрамында соғысқан ротаға өте тамаша басшылық жасайды. Станокты пулеметтердің бірінің көздеушісі қатардан шыққанда, оның орнын басып, жаудың қарсы шабуылын 2 рет тойтарады. Осы шайқаста дұшпанның 65 жаяу әскерінің көзі жойылып, қалғандары кері қашады. Пилица өзенін кесіп өту кезінде Нұрмағамбетовтың ротасы 35 фашистің және 6 пулемет нүктесінің көзін жояды. Шайқаса жүріп еленген плацдармға бекініп алған Нұрмағамбетов ротасы Лиханице елді мекенін жаудан азат етуші атқыштар ротасының алға жылжуын қамтамасыз етеді. 45 жылдың 27 ақпанында Нұрмағамбетовке батыр атағы беріліп, артынша марапат иесін табады. 45 жылдың 8 мамырында Нұрмағамбетов Берлинді алу шайқасында көрсеткен ерлігі үшін 2 рет батыр атағына ұсынылады. Ол кезде майор атанған ол, Одердағы Кюстрин плацдармынан Берлинге дейінгі кескілескен шайқасты бастан өткерген атқыштар батальонын басқаратын еді. Батальон қала көшелерінің өзінде ғана 100 гитлершілді жер жастандырып, 9 тірек пунктін жояды және 1560 фашисті тұтқынға алады. Осы шайқастарда Сағадат Қожахметұлы алғаш рет жараланады. 2 жылға жуық соғысты бастан өткергенде ол тек қана 1 рет контузия алған. Алайда Кеңес одағының батыр атағы оған бұл жолы белгісіз себеппен берілмей қалады. 45 жылдың 31 мамырында ол Қызыл ту орденімен марапатталады. 1991 жылы Нұрмағамбетов Қазақстан мемлекеттік қорғаныс комитетінің төрағасы болып тағайындалады. 1992 жылы осы комитет Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі болып қайта құрылғанда Сағадат Қожахметұлы оның тұңғыш басшысы болады. 1993 жылы жоғары генералдық атақ, армия генералы атағы тәуелсіз Қазақстанда тұңғыш рет Нұрмағамбетовке беріледі. 1995 жылдың қазан айында ол Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Осы жылдың қарашасында әскери қызметтен босатылғаннан кейін Сағадат Қожахметұлы Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі болады. Қазспецэкспорт мемлекеттік кәсіпорында еңбек етіп, зейнетақы қорында тәуелсіз директор қызметін атқарады. Қазақстан Республикасы президентінің Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетовке халық қаһарманы атағын беру туралы жарлығы еліміздің қарулы күштерін қалыптастыру мен дамытуға, қорғаныс қабілетін нығайтуға сіңірген еңбегі және жастарға патриоттық тәрбие беруге белсене ат салысқан үшін Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі, армия генералы Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетовке халық қаһарманы атағы номері 1 алтын жұлдыз тапсырыла отырып берілсін. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев.